сол айтыста тағы да. Қаңтардың жайын біліп алнақты, ол кезде билік халықты сатты, әкімдікті де өздері жақты, терезені де өздері шақты. Өздері шақты, айыпты бірақ халыққа тақты, экстремистсің деп, террористсің деп, мылтықпен атты, түрмеге жапты. Айтатын болсам қаңтардың мұңын, емі жоқ жара мәңгілік мұңын, түрмеге жапты, сабалап бітті қазақтың қанша қызы мен ұлын. Қуат Найманды таяққа жықты, Жанболаттарды түрмеге тықты, елді тонаған 200-лер тағы да судан таза болып шықты. Бұл тікелей елдің билігіне айтылған айып. Өтірік па? Жоқ, енді нені берген террористсіңдер деп айыптаған біздің билік қой, оны президенттің тапсырмасымен жүзеге асырып Қара енді. Ол кездегі адамдар, сен абай қызықсың сен. Қазір мен не кәріммәсінге қызмет етіп отырмын ба? Жоқ, сіз ол кезде билік ауысып қойды ғой, бұл айтыс кезінде. Енді қаңтар оқиғасы болған кезде биліктегім болды. Ғайып болды ғой. Кремльні кім басқарды? Мәсімовке қарсы айтылған деген сөз Тек қана ол емес. Осыны ұйымдастырған адамдар қазір бір-бірінен сотталып жатыр ғой. Мен бұл сөзімнен танбаймын. Жоқ, террористсің деп айып таққан Мәсімовтер емес қой.